Америка университетін өзіңіз қалаған уақытта сәтті аяқтау үшін сабақты жақсы оқып, сабақтан қалмау жеткіліксіз. Оның бірнеше себептері бар және осы видео барысында барлығын рет-ретімен айтып беремін. Сәлем, менің есімім Әсем. Мен Америка құрама штаттарында Media and Communication мамандығы бойынша магистратурада тегін оқыдым. ақш-тағы 2 жыл академиялық оқуда Америка университеттерінің оқу жүйесі қандай, оқуды сәтті аяқтау үшін неге мән беріп, не істеу керектігін үйрендім. Осы тәжірибеме сүйене отырып, сіздермен бөлісуге дайынмын. Бұл видеода өте көп пайдалы ақпарат беріледі. Сол үшін видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Шетелде оқу, тіл үйрену, даму тақырыбы қызық болса, каналға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ал қалам блокноттарыңызды дайындаңыздар, себебі мен бастаймын. Егер сіз оқуды өзіңіз жоспарлаған 4 жылда аяқтағыңыз келсе, мұнда өзіңіз жоспарлағандай деуімнің себебі, сіз қаласаңыз, басқа студенттер жазда демалып жатқанда, сіз демалмай оқуыңызға болады. Осылайша сіз оқуды ерте аяқтай аласыз. Алдыңғы сұраққа оралсақ, жоспарлы 4 жылда бакалаврды бітіру үшін барлық міндетті сабақты оқыған болуыңыз керек. ақш-тың білім жүйесіне сәйкес студент сабақты өзі таңдайды. Міндетті сабақтар тізімі бар және де ол университет сайтында орналасқан. Оның саны әр университетте әртүрлі. Сіз қалауыңызша міндетті сабақтарды 4 жылға бөліп оқуыңызға болады. Мәселен, бакалавр дипломын алу үшін 4 міндетті сабақ болса, оны әр семестрде 1 міндетті сабақты алсаңыз болады. Таңдау сізде, тек жоспарлы 4 жылда міндетті сабақтарды міндетті түрде оқыған болуыңыз керек. Міндетті сабақты оқу дегеніміз, сол сабақты таңдайсыз, одан кейін сол сабаққа әрине қатысасыз, үй тапсырмасын орындайсыз, сол сабақ бойынша экзамендар тапсырып, соңында баға аласыз. Міне, сол сабақ бойынша сол міндетті сабақтың бірін алдыңыз деп есептеледі. Сабақтармен қоса таңдау пәні бар. Аты айтып тұрғандай, оны өзіңіз таңдайсыз. Бірақ оның да белгіленген саны бар. Мәселен, оқуды аяқтады деп есептеп, қолыңызға диплом беру үшін сізге белгіленген көлемдегі, яғни университет белгілеген көлемдегі таңдау пәнін оқу қажет. Мәселен, 10 таңдау пәнін оқып шығуыңыз керек. Ал таңдауға 50 пән беріледі. Сол 50 пәннің ішінен сіз әр семестрда аз-аздан таңдау пәнін таңдап оқи бересіз. Сол 4 жылдың ішінде сол барлығын есептегенде таңдау пәнінен сол 10 сабақ шығу керек. Ұнаған таңдайсызда оқи бересіз. Осы жерде сіздерге маңызды ақпарат айтайын. Кейде сабақ басында ұнағанымен, кейде мұғалім немесе оқу материалдары ұнамай қалуы мүмкін. Сол себепті Америка университетінде барлық студенттерге уақыт беріледі. Сабаққа қатысып байқап көріңіз. Егер де ұнаса, сіз ары қарай жалғастыра бересіз. Ал егер де белгілі бір себептермен сабақ ұнамай қалса, онда сол университет берген уақыт аралығында сіз сол сабақты дроп етіп, яғни дроп дейсіз да, және де басқа сабаққа ауысасыз, басқа өзіңізге ұнайтын сабақты таңдайсыз. Бірінші бөлімді қорытындылайтын болсақ, оқуды сәтті аяқтау үшін жоспарлы 4 жылда университет өзі белгілеген міндетті сабақ пен таңдау пәндердің барлығын оқыған болуыңыз керек. Келесі бұл кредит саны. Әр университеттің белгіленген кредит саны болады. Яғни оқуды сәтті аяқтау үшін университет белгіленген кредит санын алып шығуыңыз керек. Кредит саны дегеніміз не деп түсінбей жатсаңыз, уайымдамаңыз. Қазір барлығын түсіндіріп беремін. Кредит саны дегеніміз бұл сабақтар. Әр сабақтың кредит саны болады. Мысалға, бір сабақтың кредит саны 3 болуы мүмкін. Ол университет сайтында кредит санымен қоса барлығы беріледі, уайымдамаңыздар. Басқа бір сабақтың кредит саны 4 болуы мүмкін. Сіздің университеттің міндетті кредит саны 30 болса, онда 4 жылда оқыған барлық сабақтың кредит санын қосқанда, яғни барлық дегеніміз міндетті және таңдау сабақтарының кредит санын қосқанда 30 болып шығу керек. Үшінші бөлімде баға межесі туралы айтамын. Егер сіз бір пәнді таңдап және ол пәнді дұрыс оқи алмай бағаларыңыз өте төмен болса, сол пәнді қайта оқуға міндеттелесіз. Мәселен, мен оқыған Радгерс университетінде 2 реттен артық 3 алуға болмайтын. Яғни меже 2 жылда тек 2-3. Сондықтан сабақты жақсы оқып, үй тапсырмасын кешіктірмей жіберіп, сабақтан қалмауға тырысыңыз. ақш-та үй тапсырмасын өз университет аккаунты арқылы білесіз. Және оқуыңызға қатысты барлық хаттар студенттік емейлға келеді.
Ал үй тапсырмасы аккаунтқа жазылады. Аккаунтыңыз арқылы сабақ таңдайсыз, сабақтардың силабусын қарайсыз, мұғалім кім, бір семестр бойы қандай тақырып өтесіздер, үй тапсырмалары тіпті күндерге дейін бөлініп жазылған. Яғни барлық қажетті ақпаратты студенттік аккаунт арқылы табасыз. Америка университеттерінде ешкім сіздің қолыңыздан жетектеп, мынау сенің имейл почтаң, мынау сенің аккаунтың деп көзге шұқып көрсетпейді. Өзің ізденіп, өзің табуың керек. Әдетте барлық қажетті ақпарат университет сайтында бар. Өз бағдарламаңыздың, бізде айтқанда факультеттің сайтына кіріп, сол жерде мұқият оқыңыз. Соңғысы, бұл оқу ақысы бойынша ешқандай мәселе болмау керек. Оқуды өзіңіз төлесеңіз де, немесе басқа бір бағдарламалық спонсорлар болса да, аккаунтыңызды тексеріп, қарыз болмағанын көз жеткізіңіз. Себебі қарыз болса, онда диплом берілмейді. Оқу ақшасын төлегеннен кейін ғана диплом табысталады. Сондықтан да бұл сіздің үлкен жауапкершілігіңіз. Аккаунтыңызды тексеріп, егер бағдарлама спонсорлар уақытында ақшасын жібермеген болса, онда соны дер кезінде шешіңіз. Қорытындылайтын болсам, Америка университетін сәтті аяқтап, қолға диплом алу үшін: бірінші, барлық міндетті және таңдау сабағын оқыған болуыңыз керек. Екінші, университет белгіленген барлық кредит санын жабуыңыз керек. Үшіншіден, университетке қарыз болмауыңыз керек. Осымен өзімнің видеомды аяқтаймын. Осы видеода көптеген пайдалы, қажетті ақпараттар берілді. Сіздерге пайдаларыңызға жарайды деген сенімдемін. Сондықтан да лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздер үшін басқа да шетелде оқуға мүмкіндік беретін қандай бағдарлама бар, соны іздеуге кеттім. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.